Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нағыз өнер, қолөнер. 81-ші бет, 34-ші сабақ. Мақсаты заттың неден жасалғанын айтып үйрену, былғары мен ағаштан жасалатын заттармен танысу. Ребята, сегодня научимся говорить, из чего сделаны предметы, и познакомимся с предметами, сделанными из кожи и дерева. Бүгінгі өтетін жаңа сөздер: құмыра, кувшин, қоржын, коржин либо корзина, былғары кожа, қыш, керамика, шыны, стекло. Жаңа сөздерді дәптерге жазамыз. Келесі бірінші тапсырма сөйлесейік. Балалар, суреттерге қараймыз. Бірінші белдік бейнеленген. Белдік — это ремень. Екінші құмыра — это кувшин. Қасық — это ложка. Торсық — это бурдюк. Теперь мы должны будем сказать, из чего эти предметы сделаны. Мысалға, белдік былғарыдан жасалған. Ремень сделан из кожи. Құмыра қыштан жасалған. Кувшин сделан из керамики. Қасық металлдан жасалған. Ложка сделана из металла. Торсық былғарыдан жасалған, а бурдюк сделан из кожи. Обратите внимание на окончания, которые прибавлены к словам. Теперь вам нужно будет устно сказать, из чего сделаны эти предметы. Это задание устное. Келесі есте сақта, яғни грамматика. Ребята, на прошлом уроке мы с вами научились отвечать на вопрос «қайдан?», «кімнен?» және «неден?». Сегодня остановимся на вопросе «неден», то есть от чего. Окончания те же «нан-нен», «дан-ден», «тан-тен». Теперь еще раз обратите внимание, после каких букв мы добавляем «тан-тен», после каких букв прибавляется дан-ден и после каких слов мы добавляем окончание нан-нен. Запомните и делаем по нему второй тапсырма. Сөйлемдерге жауап жаз. Вам нужно будет ответить на эти вопросы. То есть ответить на вопрос, из чего сделаны эти предметы. Қоржын неден жасалған? Тымақ неден жасалған? Кітап неден жасалған? Үй неден жасалған? Дәптерге жазамыз. Келесі, үшінші тапсырма: мәтінді тыңда және оқы. Ребята, послушайте текст и потом самостоятельно его прочитайте. Затем по нему выполним задание. Нұрәлім: ата, мына тұмарды неден жасадыңыз? Ата: бұл тұмарды былғарыдан жасадым. Теріден тағы не жасадыңыз? Мінеки, теріден ер-тоқым, торсық жасадым. Белдік те былғарыдан жасалады. Ата, өте шебер екенсіз, маған белдік жасаңызшы. Әже: атаң шебер ғой. Үйде ағаштан жасалған біраз дүниелері бар. Міне, қара. Кемел: керемет. Кесе, табақ, қасық, ожау ағаштан жасалыпты. Ата, ең алғаш ағаштан не істеп едіңіз? Ең бірінші қамшының сабын жасадым. Одан кейін бесік жасадым. Домбыраны да өзіңіз жасадыңыз ба? Жоқ, ұстазымнан сыйға алдым. Ол 10 саусағынан өнер тамған шебер болған. Ребята, теперь самостоятельно прочитайте диалог вместе с переводом. Келесі төртінші тапсырма: сұрақтарға жауап бер. Вам нужно будет ответить на эти вопросы по тексту в письменной форме. Бірінші сұрақ: ата ағаштан қандай заттар жасаған? То есть, какие предметы дедушка сделал из дерева? Екінші: ата былғарыдан қандай заттар жасады? Какие предметы дедушка сделал из кожи? Үшінші: ата ең алғаш не жасады? Ол неден жасалған? Самые первые изделия, сделанные дедушкой, и из чего он был сделан?
Төртінші, атадан бала не сұрады? Что мальчик спросил у дедушки? Мгм. Это задание письменное, ребята, выполняем в тетради. Енді сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.